الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولك الكريم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Haqiqatında barlıq maqtau alemlerдің Rabbisi Allah Taala'ga tän. Allah Taala'ны maqtaymiz, odan jardam suraymiz, oған tövbемен oralamыз. Allah Taala'nın egiligin, selamin, berekesinin ardaqты da sүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға нәсіп болуын сұраймыз. Құрметті жақсылар, құрметті достар, құрметті мұхтарам жамағат, Allah Таала баршаларымыздың жасаған дұға тілектерімізді, жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етіп, пенделікпен біліп-білместен күнә қателерімізді кешіруін Allah Тааладан сұрап қаламыз. Күнәлі істерден барынша алыс болып, таза өмір сүріп, тақуалықпен өмір сүруді баршаларымызға нәсіп етсін. Haqiqatында ол күнә, ол өте жақсы нәрсе емес, ол өте жаман нәрсе. Өте жақсы нәрсе ол ізгі амал, салихалы амал, иманды іс әрекеттер. Ал енді күнә ол жақсы нәрсе емес ол. Сондықтан құрметті жақсылар, күнә деген нәрсеге кішкене көңіл бөлейік. Және осы жер бетінде немесе қоғамда күнә жасап, неше түрлі күнәға әуестеніп үйреніп қалған сол кісілерге тәубеге келіп, ертерек күнәдан тиіліп, иншалла Алла Тағалаға бет бұрып, мұсылман болып өмір сүрулерін Алла Тағала нәсіп етсін. Және сол кісілерге де насихат ретінде осы бір керемет қиссаны айтқым келіп отыр. Баяғы заманда бір Бәни Исраил қауымында, бір ауылда, бір елді мекенде өмір сүретін бір кісілер болған екен. Сол кісілердің қиссасын қасиетті Құранда Әл-Ағраб сүресінің 183-ші, 163-ші, 164-ші аяттарда келтіреді. Сол қиссаны иншалла қазір сіздерге Құран аяттарынан бір-бірлеп сіздерге оқып, түсіндіріп, тәптіштеп айтып беретін боламыз. Енді бұл жалпы қиссаны айтудағы мақсат өзі күнәлі іске қатысты адам үшке бөлінеді екен. Күнә, грех дейді ғой, күнә. Үш түрлі адам болады екен. Бірінші күнә жасайды, яғни сол күнәні жасайды. Күнәні жасаушы адам. Екінші, күнә жасалып жатқан кезінде күнә жасамайды. Просто қарап тұрады, күнә жасамайды, өздері күнә жасамайды. Тек қарап тұрады. Олар күнәнің күнә екенін біледі, жаман екенін біледі. Және сол үшін Алла Тағала азаптайтынын біледі. Бірақ ол күнә жасап жатқан адамдарды күнәдан қайтармайды. Біз күнә жасап жатқан жоқпыз ғой. Өздері Құдай жазасын береді. Ол айтқанмен түсінбейді. Не істейсің, оны айтпай қой деген сияқты. Сондай позицияда ұстайтын адамдар болады. Маған мен тимес, сен тимесең, мен тимейін деген сияқты. Сондай өзін жаңағы расстояниесін ұстап солай тұрады. Ал үшінші адам болады, ол күнә жасап жатқан адамдарды күнәсінен қайтарады. Көрдіңіз ба? Күнә жасама, бауырым, мына күнәні тасташы. Ол күнә болады. Алла Тағала жақсы көрмейді. Ертең осы күнәнің үстінде өліп кетсең, ертең тозаққа түсіп кетесің. Алла Тағала мына күнәні кешірмейді деген сияқты сондай уағыз насихаттарын айтады. Сонда не болды? Күнәға қатысты үш түрлі адам болады. Күнәні жасайды бір түрлі адам. Екінші адам күнә жасамайды. Өздері сол күнәні жасамайды. Қарап тұрады, қарап тұрады. Көрдіңіз ба? Олар жамандықтан қайтармайды. Ал үшінші адам болады, ол жаңағындай күнә жасап жатқан адамдарды барынша жанашырлықпен қайтарып, бауырым деп жаңағы оның қанатының астына алып, күнәдан қорғауға тырысып, сөйтіп жаңағы күнәнің өзі үлкен апат қой негізі. Күн жамандық болып, соны жаңағы қорған болып, сол күнәға қалқан болып, сол күнәдан қорғау үшін барынша күш салып, жаңағындай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, уағыз насихатын айтып, сондай жанашырлық танытатын адам екен. Енді қиссаға оралатын болсақ, Бисмиллахир-рахманир-рахим. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Sen
ей пайғамбар, олардан сұра дейді. Әлгі ауылда өмір сүрген үсәлхум анил қарияти лати канат хадиратал бахри, теңіздің жағасына келіп жаңағындай балық аулап сөйтіп күнелтетін бір ауыл болған екен да, теңіздің жағасында өмір сүретін бәни исраил қауымында болған оқиға бұл. Бәни исраил қауымынан да бір қауым, енді түгел барлығы емес, ішінде бір қауым теңіздің жағасында өмір сүреді. Ал бірақ бәни исраил қауымында білесіздер, мұсылмандарда бізде, мұсылман үмбетінде жұма күні мереке. Бізде жұма күні бізде ораза ұстауға бола ма, болмай ма? Ораза ұстауға болмайды бізде. Жұма күні бізде мереке. Көрдіңіз ба? Көңілді болып, жақсы болып, қуанышпен өткізу керек жұма күні. Ал енді яһудилерде сенбі күні еш нәрсе істеуге болмайды екен. Көрдіңіз ба? Сенбі күні балық аулауға болмайды. Сенбі күні сондай жаңағы шариғат тыйым салған, өздерінің шариғатта тыйым салған істерді жасауға болмайды. Сенбі күні балық аулауға не болады? Бола ма, болмай ма? Болмайды. Балық ауласа сенбі күні не болады? Күнә болады деген. Түсініп жатсыздар ма? Бәни исраил қауымында, яһудилердің шариғатында. Сосын қараңыз, енді сынақтарыңыз. Яума сабатихим шуррау ва яума ла ясбитун ла таътихим казалика набулум бимакан. Сол сенбі күні балық ауламайтын, аулайын десе ауламайды. Шариғат бар, заң бар, Алланың шариғаты бар. Аулауға болмайды. Аулауға болмайды. Бірақ сол күні балық келеді екен ғой. Теңіздің жаңағы бетіне, көлдің бетіне балықтар деген ыршып, шоршып, неше түрлі дәу балықтар, семіз балықтар бәрі судың бетіне шығады да. Біз осылай сынадық дейді олар. Өйткені пасық болған үшін дейді. Пасық дегенде күнәні қайта жасай беретін адамды пасық деп айтады. Күнәдан тиылмай, тәубе етпей, әр уақытта күнәні жасай беретін адамды пасық деп айтады. Пасықты қылған үшін осылай сынадық дейді олар. Енді не істейді? Сосын арасында бір ақылгөй шығып айтады. Енді не істейді ғой? Сыналып жатыр да. Сыналып жатыр. Біреу сұрап айтады. Біз сенбі күні балық ауламаймыз дейді. Мен сендерге бір нәрсе айтайын ба дейді. Айт дейді. Сенбі күні балық ауламаймыз біз. Жұма күні қармақты, дәу қармақ болады ғой, анадай. Сол қармақты үлкен ау болады ғой, ау, тор. Соны жұма күні тастаймыз. Жұма күні балықтың есіне. Сенбі күні ауламаймыз. Жексенбі күні ауды, жаңа қармақты шығарып аламыз дейді. Көрдіңіз ба? Алланы алдағысы келіп жатыр да, астағфирулла. Ана шариғаттан айланып өткісі келіп тұр да. Ондай пасықтық жасап тұр да. Соны аңқау адамдар болады кейбір. Немесе шынымен жаңағындай пасық адамдар болады. Болады екен деген сияқты ше. Солай жасап көрейік деп ше. Құдай сақтасын. Сонымен шынымен солай жасайды ғой. Көрдіңіз ба? Енді ана жерде не болып жатыр? Алланың шариғатын аттап өтіп жатыр. Харам нәрсені жасайын деп жатыр. Сонда қараңыз, енді жаңа айтып отырмын, күнәға қатысты үш түрлі адам болады. Бірінші күнәні жасайды, екінші күнә жасамайды, бірақ күнә жасағандарды қайтармайды. Жамандықтан қайтармайды. Үшіншісі жамандықтан қайтарады. Тақуалыққа шақырады. Сонда Алла Тағала айтады: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Жаңағы үшінші түрдегі адамдар болған екен да, аналар күнәні жасайын деп жатқан кезінде балық аулайын деп, қойыңдар, Құдайдан қорықсаңдаршы. Қойыңдар, жасамаңдар. Құдайдан қорықсаңдар, күнә ғой мынау деген кезінде, ана жерде екінші күнә жасамайды олар. Просто тұрған адамдар ғой. Олар айтады: неғып оны не істейсің дейді да. Неғып уағыз айтып жатсың дейді. Оның көзінің түбінде жойып жібереді Алла Тағала. Көзін құртып жібереді, немесе ауыр азаппен азаптап жібереді. Неғып оған уағыз айтып жатсың да дейді. Пайда бермейді бәрібір. Сенің сөзің тыңдамайды, құлағынан өткізіп жібереді. Қазір адамдар бар ғой, өз қымбат сөзіңді арзан құлаққа тастап не істейсің, тыңдамайды сенің сөзіңді деген сияқты. Ол дұрыс емес екен негізі, көрдіңіз бе? Айту керек екен да. Сонда аналар айтады: "Қалу мағзиратан иля раббикум." Олай не істемейміз біз дейді. Біз шамамыздың келгенше ертең Құдайдың алдына барған кезінде мағзиратан, Алланың алдында ақталатын бізде уәж болады дейді.
Лааллахум яттақун, мүмкін олар күнәсінен тиылып тақуа болады шығар дейді. Сонда қараңыз. Фәләммә атау амма нуху, қашан олар жаңағы тыйым салынған нәрседен аттап, сенбі күні балық аулай бергеннен кейін, куну қирадатан хасиин, қор болған, қай жерге барса да қор болып абырой түскен, хасиин, куну қирадатан хасиин, маймылға айналыңдар дедік. Сөйтіп олар маймылға айналып кетті дейді. Көрдіңіз ба? Маймылға және шошқаға айландырып жіберген. Бақара сүресінде куну қирадатан хасиин, оны шошқалар мен маймылдарға айландырып жіберді дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл қиссаны не үшін келтіріп жатырмын, құрметті жақсылар? Бұл қисса не үшін біздерге? Біздерге бұл ғибарат үшін, біздерге насихат үшін, біздерге осыны алып амал жасау үшін. Сондықтан құрметті жақсылар, күнә жасалып жатса, екінші сипаттағы адам болмаңыз. Екінші санаттағы адам болмаңыз. Бүйтіп, сопиып тұрмаңыз, бүйтіп. Күнә жасап жатыр ма? Сен тимесең, мен тиме деген сияқты бүйтіп. Олай болмайды, күнә жасалар. Барыңыз да қайтарыңыз күнәсінен. Күнәсінен қайтарыңыз. Алладан қорқыңыз. Алладан қорқыңыз. Біреу арақ ішейін деп жатса, танитын адам ғой, ауылдың адамы, білесіз ғой. Барып тоқтаңыз да, бөтелкесін албаңыз, неғып ішейін деп жатсың. Түсіндіріңіз, айтыңыз. Енді күнәнің қандай түрі бар қазір қоғамда? Айтыңызшы. Күнәнің қандай түрі бар? Сіз білетін, біз білетін күнәнің қандай түрі бар? Қандай күнә білесіз? Айтыңызшы. Қандай түрі жоқ? Күнә көп қой қазір, субханалла. Айтыңызшы, күнә көп қой. Парақорлық бар, айтыңыз және. Ұрлық бар, және де не айтыңыз? Зинақорлық бар, және қандай күнә бар? Өсек, және ғайбат, кредит алу, және қандай күнә? Айтыңыз. Айтыңыз және күнәнің түрін есімізге түсірейік. Риба, ағайынмен араласпау, дұрыс айтады, харам. Үлкен күнә, ағайынмен араласпайды, ат кекілін кесіледі. Бол сен көрмеген сен болсын дейді да, дүние үшін ажырасып кетеді. Көрдіңіз ба? Және қандай күнә бар? Сатып кету, лақтырып кету, аферист деді ғой, лақтырып кететін. Қоғамда қазір көп қой. Көрдіңіз ба? Және қандай күнә? Просто оны күнәні атын айтып, түсін түстеп, міне мынау күнә деп адамның көзіне бүйтіп соқырға таяқ ұстатқан сияқты көрсетпесе, адам күнәні күнә деп мойындамайды. Тәубенің ең үлкен шарты бірі күнәні күнә деп мойындау керек. Көрдіңіз ба? Тәубенің ең үлкен шарты. Сондықтан құрметті жақсылар, міне күнәні күнә деп мойындату керек халыққа. Адамдар жасап жатқан адамдар күнәні күнә деп мойындамайды олар. Ол кәдімгі нормальный нәрсе, нормальный. Бәрі жасап жатыр ғой дейді. Сондай халыққа сіңіп қалған жерге. Субханакаллахумма ашһаду ан ла иляха